Саламатсыздар ма, құрметті көрермен? Бүгін біз 11 сынып оқушылары үшін математикалық сауаттылықтан толық нұсқа талдайтын боламыз. Егер сіздерді осындай видеолар, тақырыптар немесе математикалық сауаттылықтан толық нұсқалар талданғаны қажет болатын болса, немесе қызықтыратын болса, онда сіздерге осы видео арналады. Сонымен 5-ші нұсқа есеп былай. Бірінші есеп. Шахмат ойынына 7 адам қатысқан. Әрқайсысы бір-бірімен бір партиядан ойнады. Олар барлығы қанша партия ойнаған деген сұрақ қойыпты. Мына тұрған қызыл ручкамен жазылғандар ол берілген есептің жауабы болып табылады. Сонымен не істейміз біз? Ол үшін әрбір 7 адам өзінен басқа адамменен, яғни өзінен басқа адам 6 адамменен партия ойнайды. Енді бір партияда 2 адамнан ойнағандықтан оны міндетті түрде 2-ге бөлеміз. Сонда 7-ні 3-ке көбейтемін, 21 болады. Енді 3 деген сан қайдан шығады? Бұл жерде 6 мен 2 қысқарып кетеді. Сонда жауабы 21 болады. Ал ол жауап дегеніміз бізде бар. Екінші есебіміз. Цехтағы 9 жұмысшы 5 күнде тапсырманың 7-тен 3-ін орындады. Қалған тапсырманы 4 күнде орындау үшін цехқа тағы неше кісі қабылдау керек деген. Енді осыны шығарып көрейік. Бізде 9 жұмысшы бар. 9 жұмысшы бар. 5 күніміз бар. Және жұмыстың 7-тен 3 бөлігін орындайды екен. Мына жерде қалған деген сөз бар. Қалған тапсырманы деген, сондықтан қалған тапсырмамыз 7-тен 4 болады. Қалғаны. 4 күніміз бар. Одан кейін барып неше жұмысшы керек екен. Міне осыны табуымыз керек. Енді есепті шығару үшін біз 9-ды 5-ке көбейткен кезде ол нәтижеміз 7-тен 3 беру керек. Яғни пропорция болады. X-ті 4-ке көбейткен оның нәтижесі 7-тен 4 болу керек. Сонымен X-ті табу үшін 9 жердегі 5-імді көбейтіп, ол шыққан нәтижені 7-тен 4-ке көбейтемін. Содан бөлемін оны 4 пенен 7-тен 3-ке. Яғни пропорцияның ортаңғы мүшесі белгісіз болып тұр. Енді 7 мен 7 қысқарып кетеді. 4 пенен 4 қысқарады. 9-ды 3-ке бөлемін 3-тен тет, оны 5-ке көбейтем 15 шығады. 15. Енді бұл жерде 15 деген санымыз бізде жауап ретінде жоқ. Енді 15 деген ол өте көп адам саны болады. Енді не істейміз біз? Ол кезде біз 15 барлығы жұмысшы керек болып тұр. Ондағы 9 жұмысшымыз бар бізде. 9 жұмысшы бар. Енді керегі бізде 6 жұмысшы екен. Сонда берілген жауабымыз 6 жұмысшы болып тұр. Ендігі керек қалған жұмысты орындайтын 6 жұмысшы болатын болса, біз жұмысымызды толық орындап бітіреді екенбіз. Кезекті 3-ші есебі. 3-ші есеп былай бітеді. Б-н тең n-нің кубы азайтамын 6 n тізбегінің 3-ші мүшесін тап дейді. Сонда бізде n-іміз 3-ке тең болып тұр. Енді апарып қоямыз n деген жерге берген неге формуладағы. B3 тең 3-тің 3 дәрежесі азайтамын 6 көбейтемін 3. 3-тің 3 дәрежесі 27, 6 жердегі 3-ім 18, 6 тастаймын 9. Сонымен берген есептің жауабы 9 шығады екен. Төртінші есеп жаңа логикалық амалға беріліпті. Сонымен өрнек беріледі. Енді бізде 2-де 3 деген амалды табуымыз қажет екен. Өрнекке қоя отырып. Содан 2 жаңа логикалық амал 3 тең болады, қоямыз. 3 көбейтемін 2, азайтамын 7 көбейтемін 3, 3-тің квадраты, алып тастаймын 2-нің кубы. Тең болады бізде 3 жердегі 2-ім 6, азайтамын 7 жердегі 3-ім 21 болады. 3-тің квадраты 9, алып тастаймын 2-нің кубы 8. Содан минус 15 шығады екен. Жауабы минус 15. 6-дан 21-ді алып тастасам минус 15 шығады. Оны 9-дан 8 алып тастағанда 1-ге бөлінген минус 15-дің өзі шығып тұр. Кезекті 5-ші есебіміз. Жанұяда 3 бала бар дейді. Ортаншысы кішісінен 3 жас үлкен.
Ал үлкені кішісінен 5 жас үлкен екен. Әр баланың жасы жай сан болса, ең үлкені қаншада деген екен. Сонымен мына жерде қызыл ручкаменен 9, 5, 11, 7 дегеніміз ол берілген есептің жауаптары. Сонымен шығарып көрейік. Бізге бүйтеді. Бізде 3 бала бар екен, 2, 3. Мынау әрине ең кенжесі. Бірінші сөйлемді ғой, ортаншысы үшеуіне де x деп белгілеп қойын. X. Ортаншысы кенжесінен 3 жас үлкен. Яғни бұған 3-ті қосамыз. Одан кейін үлкені кенжесінен 5 жас үлкен екен. Міне 5 жас үлкен. Енді осыған қарай біз берген есептің жауабын көре саламыз. Егер де біз берген жауаптардың ішінен қарайтын болсақ, онда 9 деген жай сан емес, сондықтан 9 мүлдем жауап бола алмайды. Енді 5 деген жауап бола алмайды, себебі үлкені 10 болып кетіп тұр. Мәселен, біз 5 деген жауапты алып қойсақ, 5-ке 5-ті қосатын болсам, 10 шығады. Ал 10 деген сан жай сан емес, сондықтан 5 деген жауап тағы да болмайды. Келесі, 11-ді алатын болсақ, 11-ге 5-ті қосамын, 16 болады. 16 дегенімізде жай сан емес, сондықтан ол кетеді. Ары қарай. Енді 7 деген жауап қалды. 7 деген жауапты дәлелдеп көрейік. Егер де біздің үлкеніміз 7 жаста болатын болса, онда біз одан кімді алып тастаймыз? 7-ден 5-ті алып тастаймын, онда кенжесі 2-ге тең болады. Онда ол 2 дегеніміз бізде жай сан болып тұр. Ал енді ары қарай мынаны көрейік. 2-ге 3-ті қосамын. Ол 5 болады. 5 дегенімізде жай сан. Сонда берілген есептің жауабы 7 болады екен. Міне 7 деген жауап осылай шығады. Кезекті 6-шы есебіміз. Ол есеп кесте түрінде берілген екен, оқып көрейік. 3 фирманың біреуіне көрмені шынылау үшін 100 бірдей шыныға тапсырыс беруге болады. Әр шынының ауданы 0,5 метр квадрат. Кестеде шыны мен оны кесу бағалар көрсетілген. Ең тиімді тапсырысқа қанша теңге төленетінін анықтаңыз депті. Сонымен 3 фирма беріліпті. 3 фирманың да шыны бағасындағы 1 метр квадратқа кететін ақшасы бар. Одан кейін барып, сол бір шыныны кесуге кететін теңгенің құны бар. 10 теңге, 8 теңге, 5 теңге деген сияқты ары қарай қосымша шарттар бар екен. Енді осы есепті қарастырып көрейік. Сонымен бірінші біз не істейміз? Бірінші 100 шынының ауданын есептеп алайық. 100-ді ол үшін 0,5-ке көбейтемін, ол болады 50 метр квадрат болады екен. Міне осыны біліп алайық. Енді А фирмасын есептейміз, сонда 70-ті 50-ге көбейтемін, 3500 болады. Оған қосамын, бізде мынаны қосамын. 10-ды 100-ге көбейтемін, себебі шынының кесу бағасы бар. 1000 теңге. Сонымен 4500 теңге болады екен. Бұл біріншінің бағасы. Енді ары қарай. Енді екінші фирманың бағасын көрейік. 80-ді көбейтемін 50-ге, дәл осылай. Бұл 4000 болады. Оған қосамын. 8-ді 100-ге көбейткенде 800-ді көбейтемін. Қосамын. Сонда 4800 теңге болады. Өзі қосымша шарт берген, егер сауда 3000 теңгеден артық жасаса, онда 10% жеңілдік деген. Енді мынаның 10% 480 теңге болады. Сонда 480 теңгені алып тастаймын. 0-ден 0 алып тастасам 0 болады. 10-нан 8 алып тастасам 2 болады. 7-ден 4 алып тастасам 3 болады. 4-тің өзі 4320 теңге болады екен. Келесі, үшінші фирманыкін көрейік. Үшінші фирманыкі. Ол 75 шыны бар, метр квадрат. Оны 50-ге көбейтеміз. Болады бұл жерде 5 жердегі 5-ім 25, 2-сі ойда, 5 жердегі 7-ім 35, ойдағы менен 37, артына 1-0 тіркеймін. 3700. Оған қосамын, мына жердегі 5-ті 100-ге көбейткенде 500-ді қосам. 500. Сонда енді қосып шығатын болсам 0, 5, 2, 4, 4200 теңге екен. Бұл жерде қосымша шарт, егер тапсырыс 4000 теңгеден артық жасалса, кесу тегін. Яғни сонда есепте
бұл 4550 теңгені ғана төлейді үшінші фирма бойынша. Енді сұрақ, ең тиімді тапсырысқа қанша теңге төленетінін анықтаңыз деген. Қарап отырсақ, үш фирманың да ақшасы берген, ең тиімді дегеніміз ол бізде арзаны қайсы деген сұрақ қой. Сонда 4250 теңге үшінші фирманыкі бізге қолайлы әрі тиімді болады екен. Жетінші есебіміз. Қорапта 10 жұп аяқ киім бар. Қорапқа қарамастан ең кемінде неше аяқ киім алынса, олардың арасына міндетті түрде 3 жұп аяқ киім табылады деп жазып қойыпты. Енді шығарып көрейік. Біз неше аяқ киім алсақ, соның үшін 3 жұп аяқ киім шығады екен. Енді бұл жерде 10 жұп аяқ киім дегеніміз, ол жерде 20 аяқ киім бар деген сөз ғой. 20 аяқ киім. 20 аяқ киім. Оның біреуі оң аяқтыңкі, екінші біреуі сол аяқтыңкі. Сонда мынада 10 бар, мынада 10 бар. Егер де берілген есептен 10 штук алатын болсаң, ол оң аяқтыңкі болуы мүмкін, немесе сол аяқтыңкі болуы мүмкін. Ол кезде бізде ол кезде ешқандай жұп пайда болмауы мүмкін. Ал егер осы 10 аяқ киімге ол мейлі оң аяқтыңкі болсын, мейлі сол аяқтыңкі болсын, соған қосып тағы да 3 аяқ киім алатын болсаң, сонда 13 аяқ киім алатын болсаң, соның міндетті түрде үшеуі кім болады екен? Үшеуі жұп болады екен. Үшеуі жұп. Сонда біз қарамастан қораптан қанша 13 аяқ киім алуымыз керек екен. Міне есептің жауабы 13 болады. 8-ші есеп. Данияр жатын бөлмесіне түс қағаз жабыстырмақшы. Енді түс қағаз деген қазіргі таңда жалпыға бірдей болып айтылып жатқан обой деген сөз ғой. Қазір ешкіммен түс қағаз деп пока айтып жатқан жоқ, сондықтан обой. Оның жатын бөлмесінің ұзындығы 5-4 метр, биіктігі 3 метр екен. Белгілі. Терезе мен есік аудандарының қосындысы 5 метр квадрат болса, жатын бөлмеге жұмсайтын обойдың ауданын табыңыз депті. Енді осы есепті шығарып көрейік. Сонымен Даниярдың жатын бөлмесінің аудандарын есептейік. Өзі 5, 4, 3 деген биіктігі 3-ке және 5 метр квадрат, ол есік пен терезенің екен. Енді неше метр квадрат обой қажет болады. 5 жердегі үшімді көбейтемін, 15 болады. 15-ті тағы 2-ге көбейтемін. Себебі ол дуалдан, 5 метр дуалдан екеу деген сөз 30 болады. Ары қарай 4-ті 3-ге көбейтемін, 12 болады. 10 тағы 2-ге көбейтемін, себебі бізде 4 дуал ғой, сондықтан 24 болады. Ал 24 кеттік. Енді бұл екеуін бір-біріне қосамыз 54. 54. Жалпы Даниярдың жатын бөлмесінің ауданы 54. Полдан басқасы және потологынан басқасы. Енді бұдан біз есіктің ауданын алып тастаймыз, 49 метр квадрат болады екен. Сонда біздің Даниярымыздың жатын бөлмесіне қажетті түс қағаздың ауданы 49 метр квадрат. 9-шы есеп, өрнектің мәнін табыңыз деген екен. Енді өрнектің мәні бұл жерде тиімді тәсілмен есептеп көреміз, сондықтан қысқаша көбейту формуласы қажет болады. Ал енді алымын қараңыздар. 13-тің квадраты қосамын 2 еселенген 13 пенен 27-нің көбейтіндісі қосамын 27-нің квадраты. Бөлімін 80, осы нәтижесін 13-тен алып тастаймын. Бөлшектің алымы 2 өрнектің қосындысының квадрат деген қысқаша көбейту формуласына келеді. Сондықтан алымына 13 қосамын 17-нің квадраты бөлімін 80 болады. Азайту 13 нәтижесін. Тең 13-ке 17-ні қосқан кезде, кешіріңіздер, 27 болады екен. 13-ке 27-ні қосқан кезде 40-тың квадраты болады. Бөлімін 80, азайтамын 13. Енді алымында 40-тан 2 болып тұр ғой. Бөлімін 80, азайту 13. Мына екеуін қысқартамын 20-дан тет, мынаны тағы қысқартамын 20 болады. Содан 20-дан 13 тап тастаймын, 7 деген жауап шығып тұр. Міне есептің жауабы 7. 5-ші нұсқаның соңғы есебі 10-ші есеп. Бұлай. Алуа, Самал және Бану үшеуі өздерінің салмағын білгісі келді.
бірақ олар өте ұялшақ болғандықтан салмақтарын ешкімге айтқысы келмейді. Сондықтан екі-екіден өлшеуді жөн көрді. Алуа мен Самал 100 кило, Алуа мен Бану 95 кило, Самал мен Бану 105 килограмм шықты. Самалдың салмағын табуымыз керек екен. Енді мына тұрған бірінші қызымыз бізде Алуа, екіншіміз Самал, үшіншісіміз Бану деп алайық. Себебі есептің шартында солай жазылған екен, дәл солай қабылдай салайық. Енді бұларды бітеміз. Екеуден бұлар салмаққа түскен екен. Ал көрейік онда. Алуа қосамын Самал тең 100 килограмм болады. Ары қарай Алуа қосамын Бану тең 95 килограмм болады. Самал қосамын Бану 105 килограмм болады. Енді осының бәрін қосамыз. Сонда бізден қарап отырсақ, 2 Алуа, 2 Самал, 2 Бану шығып отыр. Мыналардың бәрін қоссақ, бізде 300 килограмм деген сан шығады. Енді Алуа қосамын Самал қосамын Банудың өздерінің үшеуінің ғана салмағын тапсам, онда 300-ді 2-ге бөлемін, ол 150 болады екен. Енді есептің шартында бізге Самалдың несін тап деген, мына жерде Самалдың табу керек екен. Қарап отырсаңыздар, кімге Самал менен Банудың қосындысы бар, немесе Алуа менен Банудың қосындысы деген не бар? Бізде сондықтан мынаны пайдаланып алайық. Мына тұрған Алуа менен Банудың қосындысы 95 килограмм, оған Самалды қоссам 150 килограмм болып тұр екен. Сонда Самалдың салмағын табу үшін 150 килограммнан 95 килограммды алып тастаймын. 10-нан 5 алып тастасам 5 шығады. Мына 14 болып қалады. 14-тен кімді алып тастасам, жаңағыдай 9-ды алып тастасам, онда 150-ден 95-ті алып тастайтын болсақ, 55 деген сан шығады. Сонда біздің Самалымыздың салмағы 55 килограмм, бұл жерде С деген жауап тұр. Құрметті көрермен, осыменен 5-ші нұсқаның 10 есебі, яғни толық нұсқасы осыменен аяқталады. Хош, сау болыңыздар.